Сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге ПП сүзбелі запеканканың рецебін ұсынамын. Өте тез дайындалады әрі пайдалы. ПП рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 5% сүзбенің үстіне жұмыртқа, шым-шым тұз салып, блендердің көмегімен еземіз. Үстіне ұнтақталған сұлы жарманы салып, тағы еземіз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне қопсытқыш, қант алмастырғыш немесе бал қосамыз. Егер олар жоқ болса, бір ас қасық қант қосуға болады. Тағы араластырамыз. Менде кішкентай форма, диаметрі 14, астына пергамент қағазын салып, жан-жағын майлаймыз. Сүзбе массасын салып, әдемілеп тегістейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша дейін 30 минут пісіреміз. Енді соус жасаймыз. 60 грамм таңқурайға жарты кесе су құйып, орташа отта ертіп аламыз. Сүзбеден жасалатын пирогтарды өте жақсы көремін, енді жиі жасап тұрамын. Біздің запеканка майсыз, қансыз, ұнсыз және өте дәмді болып шықты. Запеканка өте нәзік және жұмсақ. Артық еш нәрсе салмадық, соның өзінде дәмі өте қатты ұнады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.